Футбол аңыздары Алонсоның Реалдан қуылуын қатаң сынға алып, өз реакцияларымен бүкіл әлемді таңғалдырды. Алонсоның жұмыстан босатылуының жаңа себептері белгілі болды. Сондай-ақ оның кетуі туралы айтқан сөздері көпшілікті есеңгіретті. Манчестер Сити клубының жаңа ойыншысы Антуан Семенья сирек кездесетін рекорд орнатты. Гвардиола оның ойынына тәнті болып, сұхбат берді. Сәлем, достар, бұл бейнеролик сіздер үшін арнайы дайындалды, өте қызықты. Баршаңызға жағымды көрілім тілейміз. Манчестер Сити Англия Лигасы кубогының жартылай финалында сырт алаңда Ньюкаслды 2-0 есебімен жеңіп шықты. Гол авторларының бірі небәрі бір апта бұрын Борнмуттан сатып алынған қанаттағы шабуылшы Антуан Семенья болды. Жаңадан келген ойыншы қатарынан екінші матчта көзге түсті. Бұған дейін ол клубтағы алғашқы ойында Англия кубогында Сити қарсыласын 10-1 есебімен ойсырата жеңген кездесуде де гол соққан еді. Осылайша Семенья 2009 жылдан бері Манчестер Сити сапында алғашқы екі ойында қатарынан гол соққан алғашқы футболшы атанды. Бұған дейін мұндай жетістікке Эммануэль Адебайор ғана қол жеткізген болатын. Манчестер Сити бас бапкері Хосеп Гвардиола Антуан Семеньяның Борнмуттан 75 миллион еуроға ауысқаннан кейінгі алғашқы ойындарына қатысты пікір білдірді. Біз Семеньяның Борнмутта атқарған керемет еңбегін көрдік. Қазір оның ойынын бақылап жүрмін. Доп оған келген сайын ол әрдайым дұрыс жерде, дұрыс сәтте әрекет етуге дайын тұрады. Тамаша футболшы. Біз оны қатарымызға қосқанымызға өте қуаныштымын. Оның бұл клубта болашағы зор. Бізбен бірге дами беруін тілеймін деп келтіреді Гвардиоланың сөзін. Бір басылымы, Мадридтік Реалдың бұрынғы бас бапкері Хаби Алонсо өзінің жұмыстан босатылуын негізсіз әрі қате шешім деп атады деп хабарлайды Athletic. Испания суперкубогындағы Барселонадан 2-3 есебімен жеңілгеннен кейін, Алонсо клубтың жаттығу базасына шақырылды. Сол жерде ол Реалдың бас директоры Хосе Анхель Санчеспен кездесіп, одан ынтымақтастықтың тоқтатылатыны туралы хабар алды. Бұған жауап ретінде Алонсо бұл шешіммен мүлде келіспейтінін айтып, оны әділетсіз әрі дұрыс емес деп бағалады. Ол өз кетуінің себептерін клуб ішіндегі галактикос деп аталатын билік мәдениетімен байланыстырды. Хабарланғандай, Реал президенті Флорентино Перес Хаби Алонсоны бапкерлік қызметі барысында ешқашан толық қолдамаған. Бұл туралы ESPN басылымы жазады. Дереккөздің мәліметінше, Алонсоны клубқа шақыру бастамасын атқарушы директор Хосе Анхель Санчес көтерген. Санчес испан маманымен келіссөз жүргізгені, ал Перестің ойы басқа бапкерді тағайындау болғаны атап өтіледі. Өткен жылдың қараша айында өткен бір жаттығуда Хаби Алонсо ойыншыларға ашуланып, мен балалар бақшасына бапкер болып келдім деп ойламаппын деп айқайлағаны хабарланды. Бұл туралы Марка басылымы жазады. Дереккөздің мәліметінше, бұл сөздер тактикалық талаптарды орындамаған футболшыларға деген бапкердің шарасыздығынан туған. Алонсо ойыншылардың наразылық білдірген жүздерін және тәртіпсіз қарым-қатынастарын ұнатпаған. Балалар бақшасы деген тіркес бапкердің Реалдағы қызметінің аяқталуына бастау болғаны атап өтіледі. Ал міне, Алонсо өзінің жұмыстан босатылуы туралы алғаш рет былай деді: бұл кәсіби кезең аяқталды, бәрі біз қалағандай болмады. Реалды жаттықтыру мен үшін үлкен құрмет әрі зор жауапкершілік болды. Клубқа, ойыншыларға және ең алдымен жанкүйерлерге, бүкіл мадридизмге сенім мен қолдау үшін алғыс айтамын. Мен құрметпен, ризашылықпен және қолдан келгеннің бәрін жасағаныма мақтанышпен кетіп барамын. Бірақ мені әділетсіз түрде жұмыстан шығарғанын айтқым келеді, және бұл мені қатты қынжылтты. Біз Барселонамен өткен матчта жақсы ойын көрсеттік. Жай ғана клубтың басқа жоспарлары бар. Көптеген ойыншылар менің идеяларымды түсінбеді, тіпті түсінгісі де келмегендей болды. Бұл өте қиын еді. Бірақ егер жұмысымды жалғастырсам, Реалдың табысы үшін қажет болған сол байланысты қалыптастыра алар едім. Алайда маған сенбеді, бұл жанымды қатты ауыртты. Соған қарамастан, мен Реалға тек сәттілік пен үлкен жетістіктер тілеймін. Кешіріңіздер, бұдан әрі әңгімені жалғастыра алмаймын, деді Алонсо журналистерге. Мадридтік Реалдың жартылай қорғаушысы Джуд Беллингем команданың бұрынғы бас бапкері Хаби Алонсомен болған қақтығыс туралы ақпаратқа пікір білдірді. Бапкер жұмыстан кеткеннен кейін түрлі дереккөздер Реал ішіндегі алауыздық туралы инсайттар тарата бастады. Кейбір ойыншылар Алонсоны қолдаса, енді бір бөлігі онымен шиеленісті қарым-қатынаста болғаны айтылды. Беллингем сол соңғылардың қатарына қосылды. Осы уақытқа дейін
Мен мұның бәріне көз жұма қарап келдім, өйткені шындық бір күні өзінен өзі ашылады деп ойладым. Бірақ шынымды айтсам, бұл бос әңгімеге шыдаудан шаршадым. Бұл нағыз түбі жоқ өсек. Осы клоундардың және олардың дереккөздерінің әр сөзіне сенетіндерге шын жүректен жаным ашиды. Оқығанның бәріне сене бермеңіздер. Мұның бәрі өтірік. Аңғал болмаңыздар деп келтіреді ағылшын жартылай қорғаушысының сөзін Мадридза басылымы. Мадридтік Реал шабуылшы Эндрикті Лионнан жалға алу мерзімін аяқтамай қайтарып алуы мүмкін. Бұл туралы журналист инсайдер Фабрицио Романо хабарлайды. Дереккөздің мәліметінше, Эндриктің француз клубымен келісімшартында жалға алу келісімін мерзімінен бұрын тоқтатуға мүмкіндік беретін тармақ бар. Ол 20 қаңтарға дейін күшінде. Алайда испан маманы Хаби Алонсо кеткеніне қарамастан, Лион басшылығы бразилиялық футболшының командадағы дебютіне риза және егер форвардтармен байланысты күтпеген жағдайлар болмаса, оны кері қайтаруды жоспарламайды. Ойыншының өзі де жаңа командасында өзін бақытты сезінеді деп айтылады. Еске салайық, Эндрик маусым соңына дейін жалға алынған. Франция кубогының қаңтар 16 жыл финалында Лильге қарсы өткен дебюттік матчта 2-1 бразилиялық жеңіс голын соқты. Ал Реал сапында маусымның алғашқы жартысында ол барлық турнирлерде 3 матчқа қатысып, алаңда барлығы 99 минут өткізді. Ал енді футбол аңыздарының Алонсоның Реалдан кетуіне қатысты реакциясын тыңдайық. Мен Реалдың клубтың аңызы әрі бапкері Хаби Алонсоға жасаған әрекетіне қатты таңғалдым. Ол команданы тек жазда ғана тізгіндеді. Ал басшылық мұндай алып клубқа бірден келіп, бәрін мінсіз етіп, үнемі жеңіп жүрудің мүмкін емес екенін түсінуі керек. Оны жұмыстан шығарғандары, меніңше, өте дұрыс емес әділетсіз шешім. Бұлай жасауға болмайтын еді. Мен Барселона Реал Мадрид матчын көрдім. Реал лайықты ойнады. Алонсоның команданы қалай дайындағаны анық байқалды. Бірақ сен Реал Мадрид болсаң да үнемі жеңу оңай емес. Әсіресе қарсыңда Барселона ойнаса. Егер Реал өте нашар ойын көрсетіп, мүлде ештеңе істемесе, басқа әңгіме болар еді. Онда кем дегенде шешімді дәлелдеуге болар еді. Ал қазір мен үшін бұл нағыз шок, деді Зидан. Алонсоның жұмыстан босатылуы Реалдың жеңілісті көтермейтінін және ойыншылар мен бапкерлеріне ешқандай адалдық танытпайтынын көрсететін тағы бір мысал. Бұл әрқашан осылай болған. Сондықтан мен бұл клубта ойнаған кезде біз бар күшімізді салып жұмыс істейтінбіз. Ал Алонсо жағдайында мен оның жағындамын. Оның қалай тырысқанын, әр ойыншымен жеке жұмыс істеуге ұмтылғанын көрдік, бірақ оған уақыт жетіспеді. Бар болғаны осы. Алонсо тамаша бапкер әрі Реал Мадридтің аңызы. Мен оған үлкен қолдау мен құрмет білдіремін. Ол әлі де Реалдың қателік жасағанын дәлелдейді. Ең бастысы, олар өздерінің қателескенін түсінетін болады. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Рахмет алдын ала.